Бұл жөтел кеудеңізді тура жарып шығатындай болады ғой, иә? Бұл кеудеңіздің терең бір жеріне жабысып алған, шыққысы келмейтін сол қақырық. Сіз түн ортасында тұншығып оянып кетесіз, ал кеудеңізде біреу ауыр тас қойып қойғандай сезінесіз. Дәрі ішесіз, шәрбат ішесіз, бірақ ол жабысқақ. Қою былжыр, бронхтарыңызға жабысып алған күйі қозғалмайды. Ол сізге толық тыныс алуға кедергі болады, күшіңізді тартып алады, өмір сүруге, күннен ләззат алуға мүмкіндік бермейді. Ал егер мен сізге қымбат дәріханалық шәрбаттар шықпай тұрған замандарда адамдарды құтқарған бір әдіс бар десемше, бүгін сол әдіс сізді де құтқара алады. Мен бұл әдісті ұзақ іздедім. Ақыры оны бір ескі дәріханашының сарғайған дәптерлерінен таптым. Бұл ескі дәуірдің адамы. Ондаған жылдар бойы адамдарға жеңіл тыныс алуға көмектесіп келген. Ол шөптерді білді, құрамдарды білді. Ол тек жөтелді баспай, оның түпкі себебін, сол қою, жабысқақ қақырықты жойып жіберетін емдерді білді. Оның басты құпиясы ерекше бір ата-бабалық қайнатпа болатын. Бар болғаны бір ғана стақан сол қайнатпа терең тазару процесін бастай алады. Бірақ ол үнемі айтатын: ем тек белгіні емес, адамның өзін емдеуі керек деп. Сондықтан бүгін мен сізге сол қайнатпаның өзін ғана емес, сонымен қатар дәріханашының дәптерінен табылған 5 қуатты құпияны ашамын. Бұл 5 қарапайым, бірақ өте әсерлі қадам. Олар өкпеңізді тазартып, ең ескі, ең қажытқан жөтелдің өзін басып, сізге қайтадан еркін тыныс алу қуанышын сыйлайды. Бұл нақты жүйе. Егер бәрін дұрыс жасасаңыз, ол ешқашан қателеспейді. Дәл қазір бастаймыз. Бірақ алғашқы құпияға өтпес бұрын, менің сізге бір кішкентай өтінішім бар. Төменде пікірде жазып жіберіңізші. Сізді жөтел жиі мазалай ма, әлде сиректе? Бұл мен үшін өте маңызды. Мен сіздің бұл тақырыпқа қаншалықты мұқтаж екеніңізді түсінгім келеді. Сондай-ақ арнаға тіркеліп лайк басыңыз. Бұл сіз үшін бір ақсат, ал біз үшін бұл үлкен мотивация әрі пайдалы кеңестер бөлісіп жүргеніміздің дәлелі. Жүректен алғыс айтамын. Ендеше, қадірлілерім, енді бастысына, ең маңызды құпияға көшейік. Бұл сол дәріханашының сарғайған дәптеріне үлкен сүйіспеншілікпен және ұқыптылықпен жазып кеткен қайнатпасы. Ол оны еркін тыныс эликсирі деп атаған. Сол атаудың өзінде-ақ бар мән жатыр. Жас келген сайын өзіміз де білеміз ғой, жөтел мүлде басқа сипатқа ие болады. Ол қоюланады, жабысқақ болады, қозғалыссыз тұрып қалады. Қақырық өкпенің терең бір жерінде жиналып, енді оны шығарып тастауға күш те жетпейді. Біз жөтелеміз, шаршаймыз, бірақ ол бәрібір кетпей, бір түйін болып тұрып алады. Бұл неге болады? Өйткені біздің бронхтарымыздың ішінде микроскопиялық кішкентай түктер бар. Жас кезде олар белсенді жұмыс істеп, бар қақырықты сыртқа шығарып тастайды. Бірақ жас ұлғайған сайын олар әлсірейді. Ал қақырық қоюланып, шайыр сияқты жабысқақ күйге енеді. Міне, сол қайнатпа күшпен емес, даналықпен әсер етеді. Ол екі маңызды нәрсені жасайды. Бірінші, біздің көмекшіміз. Бұл мия тамыры. Сіз оны бәріңіз білесіз, бірақ дәріханашы оны ерекше бағалаған. Өйткені ол осы қою, тоқтап қалған бұлжырды сабындай ертеді. Ол оны сұйылтады, жеңіл және сырғақ етеді. Ол оны бронх қабырғасынан ажыратып, ақырында сыртқа шығуға көмектеседі. Екінші көмекшіміз бұл жебіршөп. Халық арасында оны тимьян дейді. Бұл жай ғана хош иісті шөп емес. Бұл жұмсақ, бірақ қуатты құрал. Ол кеудедегі сол қытықтап, үздіксіз жөтерге итермелейтін спазмды басады. Жебіршөп бронхтарды жылытады, тыныштандырады және микробтарды жояды. Осы екі шөп өкпеге күшпен емес, мейіріммен әсер етеді. Олар алдымен тітіркенуді басады, сосын баяу, жұмсақ түрде жылдар бойы жиналған бар қақырықты шығарып тастауға көмектеседі. Ал енді
өтінемін, қалам алып рецептіні жазып алыңыз. Мұнда әрбір ұсақ түйек маңызды. Бізге керек 1 ас қасық кептірілген ұнтақталған мия тамыры. Міндетті түрде дәрханадан тамыр түрінде табыңыз, шарбаты емес. 1 ас қасық кептірілген жебіршөп. Дайындау жолы. Кішкентай эмальданған кастрюль алыңыз. Ішіне 1 ас қасық мия және 1 ас қасық жыр жебіршөп салыңыз. 2 стакан қайнаған су, шамамен 400 мл құйыңыз. Енді ең маңыздысы, су моншасы керек. Тікелей отта қайнатуға болмайды. Барлық пайдасы эфир майлары жоғалып кетеді. Біз шөптерді қайнатпай, олардың бар шипасын жайлап шығаруымыз керек. Кастрөлді су моншасына қойыңыз. Қақпағын жауып, төменгі үлкен кастрөлдегі су қайнай бастағанда, отты ең азға түсіріңіз. Осы баяу, тыныш отта 30 минут ұстаймыз. Ол бұрқылдамауы керек. Жай ғана баяу қайнап, томаланып тұруы тиіс. 30 минуттан кейін отты сөндіріңіз, бірақ асықпаңыз. Қақпақты ашпаңыз. Кастрөлді алып, таза сүлгіге орап, тағы 40 минут тұндырыңыз. Бұл өте маңызды кезең. Тұнған соң, қайнатпа жылы күйде болады. Енді оны 2-3 қабат етіп бүктелген таза дәке арқылы сүзіңіз. Содан кейін шөпті дәкенің ішінде жақсылап сығып алыңыз. Ең пайдалы бөлік сол ысылған шөптің өзінде. Нәтижесінде қою түсті, хош иісті сусын аласыз. Ол сәл тәттілеу дәмде болады. Мияның арқасында. Енді көлеміне қараңыз. Біраз су буланып кеткен болуы мүмкін. Бізге бастапқы көлемге жеткізу қажет. Яғни сүзілген қайнатпаға бөлме температурасындағы таза қайнаған су қосыңызда, қайтадан 2 стакан етіп толтырыңыз. Қабылдау жолы. Бұл қайнатпаны тек жылы күйде ішу керек. Ыстық емес, тамақты тітіркендіреді. Суық емес, пайдасы азаяды. 1 реттік мөлшері шамамен 1 стаканның 3/1, яғни 70-80 мл. Күніне 3 рет ішу керек. Ең басты ереже. Дәрханашының сөзімен айтқанда, тамақтан 30 минут бұрын. Тамақтан кейін немесе бірге емес. Дәл аш қарынғаға ішу қажет. Сонда қайнатпа тікелей қанға өтіп өкпеге әсер етеді. Тағаммен араласып кетпейді. Емдеу курсы 7 күннен 10 күнге дейін жалғасуы тиіс. Тіпті 3-4 күні жеңілдеп кетсеңіз де тоқтатпаңыз. Өйткені ескі мәселелермен ағзаға істі соңына дейін жеткізіп, толық тазаруға көмектесу керек. Сіз өзіңіз-ақ байқайсыз. Жөтел жұмсарып, жеңілдейді. Ол өнімді жөтелге айналады. Яғни қақырық оңай бөлініп шыға бастайды. Міне, бұл біздің негізіміз. Бірақ дана дәрханашы бір қайнатпамен шектелмеген. Ол тазару процесін жеделдететін екінші құпиясын да қалдырған. Сонымен, қадірлілерім, біз өзіміздің еркін тыныс эликсирін ішіп жатырмыз. Ол іштен әсер етеді. Өкпенің тереңіндегі қақырықты сұйылтады. Бірақ бір айла бар. Қақырық жоғары көтерілген кезде, ол біздің тамағымызда, жұтқыншақта жиналады. Әсіресе таңертең оянғанда, сол жиналған бұжыр бір түйін болып тұрғанын сеземіз. Біз оны қақырық арқылы шығаруға тырысамыз. Бірақ ол қытықтайды, жөтел шақырады, тіпті жаңа ұстама тудырады. Жас ұлғайған сайын, тамағымыздың кілегей қабаты нәзік, сезімтал бола бастайды. Ал сол қою бұлжыр оны қатты тітіркендіреді. Ескі дәрханашы мұны жақсы түсінген. Ол айтатын: қақырыққа тамақта ұя салуға болмайды. Оны жуып тастау керек. Ол үшін оның өзінің ерекше бір ертіндісі болған. Оны әзілмен отты су деп атаған. Бірақ отты деп ол күйдіретіндіктен емес, керісінше жамандықты өртейді деген мағынада айтқан. Бұл инфекциямен бұлжырды тазалайтын, бронхтарға қайта түсуіне жол бермейтін емдік сұйықтық. Міне бұл біздің екінші міндетті қадамымыз – тамақты қорғау. Бұл ертіндіні сіз бәлкім бұрында естіген боларсыз. Бірақ дәрханаш айтқандай, дән егжей-тегжейде, яғни дәл мөлшерде. Сондықтан мұқият жазыңыз. Бізге қажет ет. 1 стақан жылы қайнаған су. Назар аударыңыз. Ыстық емес,
жылы болу керек. Дене температурасына жуық, шамамен 36-40 градус. Ыстық су тек ісікті күшейтеді, ал бізге керісінше қабынуды басу керек. Сол жылы суға 1 шай қасық ас тұзын, үстемесіз, қосыңыз. Тұз – бұл табиғи сорғыш. Ол тұзды ерітінді жасап, артық сұйықтық пен былжырды жұтқыншақ пен бадамша бездерден тартып шығарады. Келесі, жарты шай қасық ас содасы. Сода біздің емшіміз. Ол кілегей қабатын жұмсартады, қабынуды басады және ортаны өзгертеді. Сонда микробтар көбейе алмайды. Енді ең басты жасырын құрам. 1 тамшы йод. Дәл 1 тамшы, артық емес. Бізге күйдіріп жіберу қажет емес. Осындай микродозада йод ең күшті, бірақ жұмсақ антисептик. Ол жуатын былжырды толықтай зарарсыздандырады. Барлығын жақсылап араластырыңыз. Енді ең маңыздысы, қалай шаю керек. Күніне 3-4 рет жасаңыз. Міндетті түрде таңертең, оянған соң бірден. Түнде жиналған бар былжырды тазалау үшін. Сондай-ақ ұйықтар алдында міндетті түрде шайыңыз. Бұл сізді түнгі жөтел ұстамаларынан сақтайды. Себебі сол ұстамалар дәл тамақтағы қытықтан басталады. Аузыңызға 1 жұтым ерітінді алып, басыңызды сәл шалқайтыңыз. Тек абай болыңыз, бас айналып кетпесін. Шайған кезде Г немесе А дыбысын айтыңыз. Сол кезде ерітінді тереңірек түседі. Шайыңыз шамамен 20-30 секундтай. Содан кейін түкіресіз. Осылайша 1 стакан су біткенше толық шайыңыз. Нәтижесінде не аламыз? Біздің мия мен жебіршіп қайнатпасы іштен әсер етеді, ал отты су сырттан көмектеседі. Біз барлық кірді жуып, тамақты тыныштандырамыз. Нәтижесінде қақырық әлде қайда жеңіл шығады. Тамағыңыздың тазарып, сергіп қалғанын бірден сезесіз. Бұл екінші құпия. Бірақ бұнымен бітпейді. Алда үшінші бар. Міне, дәріханашының үшінші құпиясы. Өтінемін, осы сәтті мұқият тыңдаңыз. Біз емдік эликсирімізді ішіп жатырмыз. Ол қақырықты сұйылтып, жұмсартады. Біз тамағымызды отты сумен шайып, жоғары көтерілген былжырды жуып тастаймыз. Ал енді сұрақ. Өкпенің ең терең түбінде, ең төменгі бөліктерінде жиналып қалған қақырыққа қалай көмектесеміз? Көрдіңіз бе? Жас ұлғайған сайын біз аз қозғалып, үстірт тыныс ала бастаймыз. Сол себепті өкпенің төменгі бөліктері біртіндеп ұйықтап қалады. Полық жұмыс істемейді. Ал қақырық тыныштық пен тоқтаған жерді жақсы көреді. Қозғалыс жоқ жерде ол тұрып қалып, қоюланып, тығынға айналады. Дана дәріханашы мұны да жақсы түсінген. Ол айтатын: өкпені ескі көрпедей сілкіп, желдетіп тұру керек. Бірақ оны қалай іштей сілкіп, өзімізге зиян келтірмей жасаймыз. Бірақ жолы бар. Дұрыс тыныс алу. Оның бір қарапайым, бірақ өте пайдалы жаттығуы болған. Ол оны әзілмен темір ұстасының үрлегіші деп атаған. Қорқудың қажеті жоқ. Жаттығу оңай әрі қауіпсіз, егер асықпай және дұрыс жасасаңыз. Оның мәні мынада. Алдымен өкпені таза ауамен толтырып, сосын оны серпінмен шығару. Бұл серпін өкпенің ішінде жеңіл, пайдалы діріл тудырады. Сол діріл өкпе қабырғасынан жабысқан қою қақырықты ажыратып, сыртқа шығаруға көмектеседі. Қалай жасау керек? Тік орындыққа түзу отырып алыңыз. Арқаңызды тік ұстап, ұйықты босатыңыз. Бірінші, мұрын арқылы баяу, керең тыныс алыңыз. Тыныс тек кеудеге емес, ішке де барсын. Өкпеңіз толық толғанын сезіңіз. Сосын тынысты 1-2 секундқа ұстап тұрыңыз. Енді ең бастысы, ашық ауызбен 3 рет қысқа, қатты дем шығарыңыз. Дәл 3 рет. Ха, ха, ха. Әр ха кезінде іштің тартылғанын сезесіз. Осылайша барлық ескі ауаны шығарып тастаңыз. Одан кейін 15-20 секундтай жай демалып отырыңыз. Бұл 1 рет жасалды. Енді қайталаңыз. Тағы да терең тыныс, кідіріс, 3 қысқа ха арқылы шығару. Сосын тағы 1 рет қайталаңыз. Барлығы 3 цикл.
Міне, жаттығу осы ғана. Күніне 2-3 рет жасаңыз. Ең тиімді уақыты таңертең тамақ шайғаннан кейін. Бірақ, өтінемін, фанатизмсіз жасаңыз. Егер басыңыз сәл айналса, бірден тоқтап, тынышталып отырыңыз. Бізге дауыл емес, жай ғана жұмсақ серпін керек. Міне осылай бәрі бірге әсер етеді. Қайнатпа сұйылтады, шаю жуып тастайды, ал тыныс жаттығуы төменнен шығарып береді. Осылайша біз өз денемізге барлық жағынан көмектесеміз. Ал енді 4-ші құпияға көшейік. Ол көпшілік тіпті білмейтін нәрсе. Дана дәріханашы әрдайым айтатын. Сен ең жақсы қайнатпаны литрлеп ішсеңге, егер күн сайын өз қақырығыңды тамақтандырып отырсам, ол сенен ешқашан кетпейді. Сіз таңғаласыз, бірақ кейбір ең үйреншікті тағамдар біздің ағзамызды одан да көп қою, жабысқақ қақырық шығаруға итермелейді. Біз қайнатпа ішеміз, қақырықты сұйылту үшін, ал тамақ оны қайта қоюландырады. Біз өзімізбен өзіміз арқан тартысып жатқандай боламыз. Жас ұлғайған сайын зат алмасуы баяулайды, ал ағзаға жарамсыз тағамдарға реакция әлде қайда сезімтал болады. Ол бәрін өңдеп үлгермейді де, артық заттар кілегей түрінде жиналып қалады. Сондықтан өкпемізді тазартып жатқан сол аз ғана 7-10 күнде дәріханашы 3 басты өкпенің жауын уақытша алып тастауды ұсынған. Мүлде мәңгіге емес, жаратқан сақтасын, тек сол емдік кезеңге, қайнатпаның әсерін күшейту үшін. Бірінші жау бұл сүт және майлы сүт өнімдері. Иә, қадірлерім, жас ұлғайғанда көпшілігімізде сүтті толық қорыталмайтын фермент жоғалады. Сол себепті сүт ағзаға пайда емес, зиян әкеліп, тамақ пен асқазанда сол таныс бұлжыр қабат пен сөлді түзеді. Егер сіз қайнатпа ішіп артынан сүт ішсеңіз, барлық әсерді жоққа шығарасыз. Сондықтан 10 күн бойы сүттен бас тартыңыз. Кефир немесе майсыз сүзбені аз мөлшерде ішуге болады, бірақ сүттің өзін жоқ. Екінші жау бұл тәтті және ақ ұннан жасалған өнімдер. Қант, кәмпит, печенье, ақ нан, тоқаштар, бұлардың бәрі бактерияларға арналған ең жақсы тағам. Біз қуып жүрген қақырық бактериялар көбейетін мінсіз орта. Ал қант пен ақын олардың сүйікті қорегі. Олар сол жерде көбейіп қабынуды күшейтеді. Сондықтан сол 10 күнге ақ нанды қара немесе сұр нанмен алмастырыңыз. Ал кәмпиттің орнына бір пісірілген алма мен бір шай қасық бал жеп қойыңыз. Үшінші жау өте майлы қуырылған тағамдар мен ысталған еттер. Мұндай тағам бауыр мен ұйқы безге қатты салмақ түсіреді. Ал бүкіл ағза сол ауыр тағамды қорытуға күш жұмсаған кезде өкпедегі қабынуға қарсы күресуге энергия қалмайды. Бар күш ас қорытуды жеңілдетуге кетеді. Онда не жеу керек деп сұрауымыз мүмкін. Дәріханашы ең қарапайымын айтқан. Тазарту кезінде өкпенің ең жақсы достары жылы, таза су. Оны көбірек ішіңіз, әсіресе қайнатпалар арасындағы уақытта. Бұл ең тиімді табиғи қақырық ерткіш. Сонымен қатар көкөніс сорпалары, майсыз тауық сорпалары өте пайдалы. Суда пісірілген ботқалар, бұқтырылған көкөністер, пеште пісірілген жемістер жеңіл әрі емге көмектеседі. Ас неғұрлым қарапайым әрі таза болса, біздің еркін тыныс эликсирі өкпеңіздің түбіне дейін тазартады. Ағзаңызға аз ғана көмек беріңіз. Нәтиже өздігінен көрінеді. Міне бұл 4-ші құпия. Ал енді 5-ші, ол сіздің тыныштығыңызды сақтап, ұйқыңызды тыныштандырады. Міне, қадірлерім, біз дәріханашының 5-ші құпиясына жеттік. Ол көпшілігімізді ең қатты қинайтын нәрсеге арналған. Түнгі жөтел. Сол төсегіңізге жатқан сәттен басталатын жөтел. Күндіз әлі шыдайсыз, қимылдайсыз, алаңдайсыз. Ал түнде, жылы төсекте жатқанда, сол құрғақ қытықтағыш жөтел кеудені жыртып ұйықтатпайды. Ол бізге де, жанымыздағы жақындарымызға да тыныштық бермейді. Біз аунап, орнымыздан отырып, су ішеміз, бірақ ол басылмайды.
Бұл неге болады? Өйткені көлденең жатқанда сол шығайын деп тұрған былжыр өкпеде жүреді, қозғалып бронхтарды тітіркендіреді. Сол үшін дәріханашының ерекше тәсілі болған. Ол оны тыныс компрессы деп атаған. Бұл күйдіргіш қыша таңғыш емес, жаратқан сақтасын. Біздің жасымызда қатты күйік тек зиян тигізеді. Бұл жұмсақ, терең және ақылды жылу. Мұндай компресс күйдірмейді, керісінше нәзік жылытады. Ол бронхтағы түйілуді басып, ішкі қытықпен қышуды тыныштандырады. Қан айналымы кеуде аймағында жақсарады, ал қайнатпа түн ішінде де әсерін жалғастырады. Рецепті өте қарапайым, бірақ нағыз ғажайып. Бір ас қасық қою бал алыңыз. Бал керемет ем, ол қабынуды басып жылытады. Оған бір ас қасық бидай ұнын және бір шай қасық өсімдік майын қосыңыз. Енді аздап жұмсақ жылу беру үшін жарты шай қасық құрғақ қыша ұнтағын қосыңыз. Назар аударыңыз, артық қоспаңыз. Бізге күйік емес, жай ғана жылы әсер керек. Барлығын ыдысқа салып, жақсылап араластырыңыз. Нәтижесінде жабысқақ, қою қамыр шығады. Қолдану жолы: каза дәкенің немесе мақта матасының кішкентай бөлігін алыңыз. Сол қамырдан бір жұқалап, дөңгелекше жасап, дәкенің үстіне салыңыз. Енді сол компрессті дәке бөлігі денеге тиетін жағы кеудеңізге қойыңыз. Ескерту: компрессті ешқашан жүрек аймағына қоймаңыз. Тура бронхтардың тұсына немесе жауырын арасына, яғни арқаның жоғарғы бөлігіне қойған дұрыс. Үстінен полиэтилен немесе пергамент қағаз жауып, жылы шарф немесе орамалмен ораңыз. Төсекке жатыңыз. Бірнеше минут ішінде денеңізге жайылған жылы, жұмсақ сезімді байқайсыз. Ол күйдірмейді, керісінше тыныштандырады. Мұндай компрессті ұйықтар алдында 1-2 сағат ұстасаңыз болады. Ал егер өзіңізге жайлы болса және теріңіз сезімтал болмаса, түні бойы қалдыруға да болады. Бұл компресспен біздің қайнатпа бірге керемет нәтиже береді. Өкпеңіз тынығып, жөтел басылады. Ал сіз ең құнды нәрсені, терең, тыныш ұйқыны табасыз. Міне, осы 5 құтияның барлығын бірге қолдана отырып, біз бұл ауруды жеңеміз. Міне, осылай 5 құпияның барлығын қолданып, біз бұл сырқатты жеңеміз, қадірлерім. Мен сіздермен осы рецепттерді бар жүрегіммен бөлістім. Бұл халықтың даналығынан шыққан, уақыт сынынан өткен, ондаған жылдар бойы адамдарға шипа болған әдістер. Бірақ мен сіздерден өтінем. Өз ағзаңызды тыңдаңыздар. Әр адамның денесі ерекше. Сондықтан бір нәрсені қолданбас бұрын, міндетті түрде оның құрамындағы заттарға аллергияңыз жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Әсіресе балмен абай болыңыз. Егер бұрын балға, йодқа немесе шөптерге, мысалы мияға аллергияңыз болса, мұқият болыңыз. Егер сіз дәрігер тағайындаған тұрақты дәрілерді қабылдап жүрсеңіз, сол дәрілермен бұл шөптерді қатар қолдануға бола ма, соны емдеуші дәрігеріңізбен ақылдасып алыңыз. Және ең бастысы, қадірлілерім, егер Құдай сақтасын, дене қызуымыз көтерілсе, немесе ентікпе пайда болса, не болмаса 3-4 күннен кейінде жөтел жеңілдемесе, дереу бәрін тоқтатып дәрігерге барыңыз. Бұл әдістер біздің адал көмекшіміз, бірақ олар ешқашан дәрігердің нақты диагнозын алмастырмайды. Өзіңізге мұқият болыңыз, денеңізге назар аударыңыз. Бүгін сіздер дәріханашының өкпені тазартып, еркін тыныс алуға қайта үйрететін 5 құпиясын білдіңіздер. Егер бұл әңгіме сізге пайдалы болса, оны жақындарыңызбен бөлісіңіз. Мүмкін дәл қазір сіздің досыңызға, анаңызға немесе көршімізге бұл кеңес ауадай қажет шығар. Арнаға тіркеліңіз және қоңырау белгісін басыңыз. Осылай біз бір-бірімізді жоғалтпаймыз және жаңа пайдалы кеңестерді жіберіп алмайсыздар.
Пікірге деніміз сау болсын деп жазып қойыңыз. Бұл бәрімізге бір-бірімізге жақсылық тілеудің белгісі болсын. Өзімізді күтіңіз, қадірлілерім. Жылы жүріңіз, терең тыныс алыңыз. Және ұмытпаңыз, денсаулықтың кілті өз қолыңызда. Кездескенше аман болайық.